Кешкі асқа немесе түскі асқа жұлма көже дайындаймыз. Әр өңір әртүрлі атайды. Сіздер қалай атайсыздар? Комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Ең алдымен қазанға сұйық майды құйып, майды қыздырып, кубиктап туралған етімізді қосып, жақсылап қуырып аламыз. Еттің өзінің сөлі шыққанша жақсылап тұрып қуырыңыздар. Сонда тағам тәтті болады. Пиязымызды қосып жақсылап қуырамыз. Тәтті бұрыш, сәбіз, қызанақ, картоп қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Түрлі дәмдеуішпен тұзды қосасыздар. Өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, томат пастасын қосып жақсылап араластырасыздар. Үстінен суымызды құямыз. Суды қатты толтырмаймыз. Өзіңізге жеткілікті қылып құясыздар. Bir қайнағаннан кейін бізге дайын өнім кемидің мампарға арналған қамырын пайдаланамыз. Қайнаған сорпаға мампарды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Жылдам піседі қыздар, 5 минутқа жетер-жетпес, әрі езілмейді. Сынбайды. Тағамымыз өте дәмді болып шығады. Әсіресе үйде үлкен кісілер болса, осы тағамды дайындап беріңіздер. Тағам жеңіл әрі тойымды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіп, парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.